Жыл басында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды еріктілер жылы деп жариялап, қоғамның дамуындағы азаматтық қатысу мен әр адамның жеке жауапкершілігінің маңызын атап өтті. Жаңа адамдар, жастар қозғалысы әрбір қазақстандықты өз әрекетімен ерікті болуға шақырады. Қозғалыс бүкіл ел бойынша жаппай қан тапсыру акциясын бастайды. Жаңа адамдар қан орталықтарында арнайы штабтар ашады. Әрбір қазақстандық өз қаласында келіп, қан тапсыра алатын орын. Бұл қанға тапшылығы бар жандар үшін саналы түрде қан тапсыруды таңдаған адамдардың бір тұтас желісі. Қанды жасанды түрде жасау мүмкін емес. Оны технологиялармен алмастыруға да сатып алуға да болмайды. Ол тек адам басқаға көмектесу туралы шешім қабылдағанда ғана пайда болады. Qantapsir.kz сайтына тіркеліңіз. Ерікті бол, қан тапсыр.